азаматтық белсенділердің жұмысының ол маңызы мен зор деп айтамын, рөлі, иә. Себебі ол көңіл аударуды сұрайды. Міне мынандай мәселе бар. Оған қазір көңіл аударылмаса, ол шешілмесе, оның ар жағы басқа бір мәселеге әкеліп туындауы мүмкін. Оны ешкім еліккеннен жазбайды ғой, былай қарасаңыз. Мәселені көрсетіп, түсіріп, айтып, соның мемлекеттік органдар бар. Біздің депутаттар да мысалы жазады, біздің округ бойынша мынандай проблема көтеріліп жатыр деп жазады чатқа. Мысалы менің округым бойынша міне жолдың сапасы мынандай болып жатыр. Я болмаса бізде мына қалдықтар шығарылмай жатыр, тиісті мердігерлер жұмыс жасамай жатыр деген сияқты. Әркім өзінің, соның ішінде әркім өзінің округындағы сондай публикацияларға өте мұқият қарап отырады. Сондықтан ондай мәселелерге блогерлардың сондай публикацияларына біз зерделейміз, оны тиісті мысалы мемлекеттік органға салып жібереміз. Олар көрді ма көрмеді ма біз білмейміз ғой. Сондықтан міне осындай публикация бар. Өткенде біз айтамыз, өткенде біз осы сұрақты көтердік, енді міне басқа публикациялар шығып жатыр, шешілмеді деген сияқты сондай сұрақтар көтереміз. Әрине ол бұндай мүмкіндіктерді де қолдану керек.